Ассалаумалейкум достар. Бүгін Шымкент қаласында қазақ жастары көшеге шығып, наразылық шеруіне қатысты. Естеріңізде болса, тұрғындар Арыс қаласынан апат болғандықтан, яғни жарылыс болғандықтан Шымкент қаласына көшірілген. Олардың қойған талабы Арыс тұрғындары Шымкент қаласына көшірілсін. Қазір халықтың талабы қандай? Талап енді Арыста ешқайсы тұрғысы келіп жатқан жоқ. Ешқайсы енді әйтеуір көретін халықпен бірге көреміз. Неге онда қорқыныш? Ана жерде мен өзім сағат 3-терден асқанда өзім сол жақта жарылған күні бардым. Ол кезде тағы жарылды. Ол жойқын жарылыс көріп, біз ана жерде тұру невозможно кәдімгідей да. Сөздің шыны. Ана жерде өзді халықтар өзі айта жатар қалғандар. Жаратсын, жер берсін, Түркістан қазақтың жері кең даладан жер берсін, халықты орналастырсын, пока шатыр қылып берсін. Арысқа бармаңдар халық. Неге барасыңдар? Базарларыңдар, қиындар, бәрін дүние біліп, бәрі кетсін. Ертең немерелеріңді болашақ ойлайық. Әрбір адамның Арыс қаласында енді тұрғысы келмейді.
абырой болғанда полиция қызметкерлері оларды таратқан жоқ. Бүгін мен халықтың көшеге шыққанын түсірдім бейнекамераға. Көп адам менің жазылушыларым, менің тіркелушілерім мені қолдады. Жарайсың, жақсы жұмыс жасайсың, біз сенімен біргеміз деген сөз айтылған. Құрметті арыс тұрғындары, сіздер мені сейсенбі күні, сәрсенбі күні, бейсенбі күні көрдіңіздер. Сіздермен бірге болдым, сіздерді қолдадым, сіздерге жақсы сөз айттым. Бір сөзбен айтқанда, енді арыс мәселесі бұл маңызы зор мәселе. Бүкіл Қазақстан енді арыс туралы біледі. Бәрі жақсы болады, достар. Не болса да, мен сіздермен біргемін.